Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Бүгін біз жоғары оқу орнындағы білім беру үдерісі және оны жасанды интеллект көмегімен жобалау дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Жалпы қазіргі жаһандық білім кеңістігінде университеттердің рөлі түбегейлі өзгеріп келеді. Бұрын жоғары оқу орнының негізгі міндеті кәсіби мамандар даярлау болса, бүгінгі таңда бұл миссия анағұрлым кеңейіп, күрделенді. Университеттер қоғам дамуының интеллектуалдық қозғаушы күшіне, ғылыми жаңалықтар мен технологиялық инновациялардың орталығына айналды. Әлемдегі цифрлық үдерістер, экономиканың жылдам трансформациясы және еңбек нарығындағы өзгерістер білім беру жүйесінен жаңа талаптарды талап етеді. Енді студент тек білім алушы емес, ақпаратты талдай алатын, дербес шешім қабылдайтын, жаңа жағдайларға тез бейімделетін тұлға болуы тиіс. Осы мақсатқа жету үшін жоғары оқу орындары оқу үдерісін ғылыми негізде жоспарлап, заманауи технологияларды қолдануы қажет. Сондықтан білім беру мазмұнын құрудан бастап, студенттің оқу нәтижелерін талдауға дейінгі барлық кезеңдерді цифрландыру, жасанды интеллектті интеграциялау және жеке оқу траекторияларын қалыптастыру қазіргі жоғары білім беру моделі үшін негізгі стратегиялық бағытқа айналды. Ең бірінші талқылайтынымыз білім беру үдерісін жоспарлаудың теориялық негіздері. Дидактикалық жоспарлау қағидаттары. Жоғары оқу орнындағы оқу процесі нақты дидактикалық қағидаттарға сүйене отырып ұйымдастырылады. Яғни олар біріншісі жүйелілік, оқу мазмұнының реттелген, бірізді құрылымын қамтамасыз етеді. Үздіксіздік, білім мазмұнының күрделену логикасын сақтап, студенттің алдыңғы біліміне сүйенуге мүмкіндік береді. Жекелендіру, студенттің қабілеттері мен оқу ерекшеліктерін ескеруді талап етеді. Кәсібилік, оқу бағдарламасының еңбек нарығының нақты сұранысымен сәйкестенуін қарастырады, және де нәтижеге бағытталу, оқу мақсатының өлшенетін болуы арқылы оқу сапасын бағалауды жеңілдетеді. Бұл қағидаттар оқу процесін басқарудың сапасын арттырып, білім мазмұнының логикалық және тиімді құрылуына мүмкіндік береді. Келесі бізде оқу жоспары мен бағдарламаларды жобалау. Университеттердегі оқу мазмұны бірнеше деңгейден тұрады. Ең біріншісі ол білім беру бағдарламасы, яғни маман даярлау моделінің жалпы құрылымы. Келесі бізде оқу жоспары, пәндер жүйесі, кредит саны, пәндер арасындағы байланыстар. Үшіншісі бізде силабус, пәннің мақсаттары, нәтижелері, тапсырмалар, бағалау критериялары. Және төртіншісі күнтізбелік жоспар, яғни сабақтардың нақты мазмұны мен кестесі. Бұл құжаттарды жүйелі жобалау студенттердің кәсіби, коммуникативтік, аналитикалық және цифрлық дағдыларын дамытуға бағытталуы тиіс. Және де үшіншісі бізде құзыреттілікке негізделген жоспарлау. Қазіргі еңбек нарығы мамандардан тек теориялық білімді ғана емес, сонымен қатар әртүрлі кәсіби құзыреттерді талап етеді. Сондықтан оқу бағдарламасы мына бағыттарды қамтуы тиіс. Кәсіби дағдылар, аналитикалық және сыни ойлау қабілеттері, командада жұмыс істеу дағдылары, ақпараттық және цифрлық сауаттылық. Бұл тәсіл студенттің болашақ кәсіби әрекетіне дайын болуын қамтамасыз етеді. Келесі слайдымызға көшетін болсақ, бұл жерде біз жасанды интеллектке негізделген оқу аналитикасы жайлы толық айтатын боламыз. Оқу аналитикасы студенттің оқу әрекетіне қатысты деректерді жүйелі түрде жинап, талдап, оқу сапасын арттыруға бағытталған технологиялық процесс. Жасанды интеллект бұл үдерісті жаңа деңгейге шығарып, үлкен көлемдегі ақпаратпен жылдам жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Деректерді жинау көздері. Жасанды интеллект әртүрлі оқу платформаларынан автоматты түрде мәлімет алады. LMS-тегі тапсырмалар мен тест нәтижелері, қатысу журналдары, электронды кітапханадағы іздеу белсенділігі, студенттің оқу қарқыны, пәндерге тіркелу динамикасы. Бұл деректер студенттің оқу процесін жан-жақты талдауға мүмкіндік береді. Содан соң оқу сапасын бақылауды автоматтандыру.
Жасанды интеллект оқу материалдарының нәтижелілігін, қандай тақырыптардың меңгерілу деңгейі төмен екенін, қандай тапсырмалар көбірек қате тудырғанын анықтайды. Бұл оқытушыға оқу әдістемесін дереу өзгертуге мүмкіндік береді. Содан соң, оқытушыға арналған аналитикалық панельдер, яғни жасанды интеллект панельдері мұғалімге нақты мәлімет береді. Студенттердің әлсіз тақырыптары жайлы, оқу динамикасы жайлы, топ ішіндегі үлгерім айырмашылықтары мен жиі кездесетін қателердің түрлері жайлы мәлімет береді. Және де бесіншісі студенттің оқу нәтижесін болжау. Жасанды интеллект студенттің болашақ нәтижелерін болжай алады. GPA-ның өзгерісін, емтихан нәтижесін, оқу қарқынының өзгеруін және де академиялық тәуекел ықтималдығын. Бұл жүйе студентті дер кезінде қолдауға мүмкіндік береді. Келесі бізде кредиттік жүйеде студенттің жеке оқу траекториясын құру. Студенттің жеке траекториясы оның қабілеттеріне, даму қарқынына, мүдделеріне және академиялық тарихына негізделген дара жол. Кредиттік технология мұндай еркіндікті қолдайды. Жалпы жеке оқу стратегиясын құру, жасанды интеллект студенттің қабілеттерін, әлсіз тұстарын, оқу ритмін, қызығушылығын талдай отырып, арнайы оқу стратегиясын ұсынады. Элективті пәндерді таңдау. Жасанды интеллект студенттің мамандығына, GPA-на және кәсіби бағыттылығына сай пәндерді ұсынады. Бұл шешім қабылдау үдерісін жеңілдетеді. Оқу жүктемесін автоматты реттеу. Жасанды интеллект кредиттердің шамадан тыс жүктелмеуін, пререквизиттердің сақталуын, пәндердің үйлесімді бөлінуін автоматты түрде бақылап отырады. Бұл студенттің оқуын теңгерімді және жүйелі етеді. Қорытындылай келе, жоғары білім беру жүйесі қазіргі таңда терең трансформация кезеңін бастан кешіруде. Бұл өзгерістер оқу мазмұнын жаңартуды ғана емес, білім беруді жоспарлау әдістерін, студенттің оқуын бақылау тәсілдерін және оқу нәтижелерін бағалауды да түбегейлі өзгертуді талап етеді. Жасанды интеллектке негізделген оқу аналитикасы мен жеке оқу траекторияларын құру процестері бұл трансформацияның негізгі құралына айналып отыр. Жасанды интеллект оқу сапасын дәл бағалап, студенттің оқу барысын жан-жақты талдауға мүмкіндік береді. Ал кредиттік технология студентке икемді, дербес, бейімделген оқу ортасын қалыптастыруға жағдай жасайды. Білім беру үдерісін тиімді жоспарлау, оқу материалын ғылыми тұрғыдан құрылымдау және заманауи технологияларды интеграциялау болашақ мамандардың сапасын көтеретін ең маңызды факторлар. Осы факторлардың үйлесімі университеттің білім сапасын арттырып қана қоймай, білім алушылардың жеке әлеуетін ашуға және олардың кәсіби өмірге сенімді қадам жасауына ықпал етеді. Назарларыңызға рахмет. Бүгінге слайдымыз аяқталды. Дәрісіміздің жалғасын келесі видеомыздан көре аласыздар.